Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын модуліміз профессор оқытушы құрам рейтингі модулінің баптауларына арналады. Ол үшін жүйенің әкімшілік бөліміне өтеміз. Бұл модуль жұмыс жасау үшін ең алдымен өзіміздің модульдің лицензиясының орнатылған тексереміз. Яғни біздің модуліміздің атауы ол профессор оқытушы құрам, кафедра және де факультеттердің рейтингісі лицензиясы. Өзімізге қажетті модульдің лицензиясы орнатылғаннан кейін келесі жүйе конфигурациясы бөлімінен рөлдер редакторы бөлімін таңдаймыз. Бұл бөлімде өзімізге қажетті қызметкердің рөлін таңдаймыз. Яғни бұл жерде бізде екі модуль бар. Біреуі оқытушыларға арналған, екінші модульге баптаулар жасайтын және де келісім жасап бекітетін қызметкерлерге қосатын роль. Яғни модульге баптаулар жасайтын қызметкерге біз өзіміздің модулімізді қосамыз. Қажетті модуліміз ол профессор оқытушы құрамның рейтингі қызметкер. Яғни баптаулар жасау үшін редакциялау батырмасын көрсетеміз және де қандай қызметтер атқарады соларды қосамыз. Яғни қажетті мәндерді қойып сақтаймыз. Және де бұл бөлімде шектеулер қоюымызға болады. Қандай да бір қызметкерлер бойынша келесі факультет, кафедра көрсеткіштердің түрлері бойынша шектеулер қоя аламыз. Және де сақтаймыз. Ал оқытушы рөліне рейтинг оқытушы модулін қосамыз. Яғни профессор оқытушы құрамның рейтингі оқытушы мәнін қосып сақтаймыз. Келесі кафедра меңгерушілеріне, факультет қызметкерлеріне, декандарына және де қандай да бір келісім жасайтын бөлімдерге осы модулімізді қосамыз. Яғни қажетті қызметкерді рөлін таңдаймыз. Келесі тізімнен өзіміздің модулімізді іздейміз және де ол келісім жасайтын қызметкерлер үшін профессор оқытушы құрам рейтингі қызметкер модулін қосамыз. Және де бұл модульмен жұмыс жасай алу үшін рұқсат беру батырмасын таңдап сақтаймыз. Келесі кеңейтілген нұсқа бөлімінде, яғни кафедра қызметкерлері, факультет қызметкерлері және де қандай да бір құрылымдық бөлімнің қызметкерлері үшін оларға көрсеткіштерді бекітуге рұқсат мәнін қойып сақтаймыз. Яғни олар оқытушылардың қосқан көрсеткіштеріне келісім жасайтын қызметкерлер болғандықтан тек қана кеңейтілген нұсқада осы мәнді қойып сақтаймыз. Осындай ретпен жүйенің әкімшілік бөлімінде қызметкерлерге және де оқытушыларға өзіміздің рөлімізді қосамыз. Келесі модуль бойынша келесі тапсырмалар қарастырылған, яғни жүйенің баптаулары бөлімінде келесі тапсырмалар қарастырылған, ол жүйелік әртүрлі модульдік көрсеткіштер бойынша автоматты түрде құрастыру, яғни жүйелік мәнінде бұл жерде қандай жиілікпен оқытушылар тарапынан қосқан ақпараттар орындалу керек, сол жиілікті көрсетеміз. Яғни бұл жерге тек жиілік көрсетіледі. Ал екінші тапсырмамыздың атауы ол профессор оқытушы құрамның рейтингін есептеу, яғни қайта есептеу. Бұл жерге де қандай жиілік бойынша профессор оқытушы құрамның толтырған ақпараттар есептелу керек, сол ақпараттарды толтырып сақтаймыз. Осындай ретпен жүйенің әкімшілік бөлімінде баптаулар орындалады. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.